Қазақстандағы мерекелік даталардың тізімі жыл сайын 24 маусымда аталып өтетін төреші және сот қызметкерінің күнімен толымсыды. Бұл дата кездейсоқ таңдалмаған. Нақ осы күні 30 жыл бұрын Қазақ ССР-ның сот құрылысы туралы заңына әділеттік тек сотпен жүзеге асырылатыны туралы өзгертулер мен қосымшалар ендірілген. Жаңа кәсіби мереке қарсаңында түсіру тобымыз рейдерлік әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған соты мен рейдерлік қалалық сотында болып қайтты. Сот саласындағы өзгерістердің өзіндік есеп нүктесі 1995 жылы Конституцияның және соттар және төрешілердің мәртебесі туралы президент жарлығының қабылдануы болды. Әділеттік туралы жаңа ережелер ендіріліп, сот органдары заңнамалық және атқарушы органдардан тәуелсіз болды. Сот билігі деген жаңа термин пайда болды. Дальнейшее развитие специализации судов нашло Соттардың мамандандырылуының әрі қарай дамуы қазіргі таңда әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған соттар деп қайта атанған мамандандырылған әкімшілік соттарда көрініс тапты. Бұл соттар президенттің 9 қыркүйек 2004 жылғы жарлығымен қалыптасып, 1 қаңтар 2005 жылы әрекет ете бастады. Мамандандырылған соттардың жұмысы қабылданған шешімнің дұрыстығын ғана емес, сот жүйесінің осы құрылыстарының қалыптасқандығын көрсетті. Елімізде 5 маусымда өткен соңғы референдумда Конституцияға ұсынылған өзгертулер мен қосымшалардың бірі болып, Конституциялық соттың қалыптасуы туралы сауал тұрды. У нас был Конституционный совет, который... Ағымдағы жылдың 5 маусымында өткен соңғы референдумда Республика Конституциясына ұсынылған өзгертулер мен қосымшалардың бірі болып, Конституциялық сотты қалыптастыру сұрағы болды. Азаматтар заңдар мен өзге нормативтік құқықтық актілердің конституциялығын тексеру үшін жүгіне алу үшін. Мұндай сотты қалыптастыру адам құқығы және прокурорлық қадағалау жөніндегі уәкілеттіктің заңдылық режимін қамту, заң актілерінің сәйкестігін түсіндіру жөніндегі әрекетінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Бүгіндері әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі әкімшілік сотында материалдық техникалық жабдықтауға үлкен назар аударылады. Барлық сот залдарына процестің аудио-видео бақылау жүйесі қойылған. Ашықтық пен мөлдірлік үшін заманауи іздестіру жүйесімен үйлестірілген, жоғарғы соттың ресми веб-сайтына салынған сот шешімдерінің базасы қалыптастырылған. Ал сот процестерін дер кезінде онлайн режимде жүргізу форматына көшіру пандемия кезінде әділеттікті қашықтан жүзеге асыруға негіз салды. Бұл формат істерді офлайн қатысуға мүмкіншіліктің жоқтығымен кейінге шегермей, жедел қарастыруға мүмкіндік береді. Рейдерлік әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотының төрайымы Жанат Жүнісова кәсіби мерекеде әріптестеріне заңдылық пен әділеттіктің сенімді кепілі болып, әр уақытта қалуды және заманмен бірге қадам басуды тіледі. В преддверии праздника хочется поздравить. Мереке қарсаңында әріптестерді, сот аппараты қызметкерлерін, әділеттік ардагерлерін келе жатқан кәсіби мерекемен құттықтаймын. Талмас қуат, күш және төзім тілеймін. Сәттілік пен кәсіби жетістіктер өмірлеріңіздің серігі болсын. Әрқашан серіге көтеріңкі көңіл күймен жүре беріңіздер. Қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Сот жүйесі қарқынды дамып жетілуде. Мөлдірлік әрі қол жетілімділік мақсатында сот жүйесінің цифрландырылуы үшін көп істер атқарылған. Рейдерлік қалалық сотында тараптар талап арызды кеңсе арқылы да, сот кабинеті электронды сервисі арқылы да бере алады. Ол үшін сайтқа электронды цифрлық қолдың көмегімен тіркеліп, қадамдық нұсқаулықтан өту керек және сотқа талап арызын жіберу керек. Ол дереу төрелік сот жүйесіне түседі. Заявление поступившее Сот кабинетіне келіп түскен талап арызы сот кеңсесінде тіркеледі және төрешілерге істің автоматты түрде бөлінуі арқылы бөлінеді. Төрешілер арасындағы істердің автоматты түрде бөлінуі адамзаттық фактордың әсер етуін толық алып тастайды. Талап арызы сот жүйесі бөлген төрешіге түседі. Программа автоматически. Сотта қылмыстық немесе азаматтық істерді қарастыратын төрешілеріміз бар. Солардың қарастырылуына іс автоматты түрде жіберіледі. Төрешінің ауыртпалығына байланысты бөлінеді. Іс бөлінгенде адамзаттық фактор толық алынып тасталған. Өйткені халық ішінде іс тиісті төрешіге тиісті шешім қабылдау үшін жіберіледі деген стереотип қалыптасқан. Осы адамзаттық фактор толық алынып тасталған. Істің автоматты түрде бөліну жүйесінің арқасында. Егер іс медиабелді болса, яғни тараптар арасында бейбіт немесе медиативтік келісім жасау мен келісімдік рәсімінің мүмкіндігі қарастырылса, талап арызы келісімге келтіруші төрешіге түседі. Сот кабинеті сервисінің қатысуларына келісімдік рәсімге тараптарды шақыру электрондық форматта SMS хабарлама жолымен жіберіледі.
Судья может не один раз, может два. Төреші тараптармен бірнеше рет кездесе алады. Қажет болса басқа тұлғаларды, маманды, мүдделі органды, мәселен қамқорлық органын, егер іс балаға қатысты болса, тарта алады. 10 күннің ішінде тараптарды келісімге келтіруге тырысады, дау шешімін табуға тырысады. Тараптар бейбіт немесе медиативтік келісімге келеді. Төреші одан әрі соттың қарастыруын тоқтатады, яғни дау сотта басталмай тұрып аяқталады. Сот сервисінің пайдаланушылары болып табылатын процестің қатысушылары өз істері жөнінде шығарылған бүкіл сот актілерімен танысуға, жүктеуге және оларды электронды түрде төрешінің цифрлық қолымен алуға мүмкіндік иеленеді. Риддерлік қалалық сот залдары аудио-видео бақылау жүйелерімен жабдықталған. Процесс қатысушылары сот отырысының дискін ала алады.